Бүгін Түркістан қаласында көпшілікке Яссауи ізімен атты сюжетті деректі фильмі таныстырылды. Одан бөлек жиын барысында Бала Ахмет атты анимациялық роликтер топтамасы мен танымдық кітап таныстырылды. Туынды Қожа Ахмет Яссауи мұрасын балаларға жеткізуге бағытталған. Осы фильмдер арқылы, кітаптар арқылы біз жас ұрпаққа, балаларымызға ұлы ғұламаның мұраларын насихаттау, сонымен қатар бойына жаңағы ұлттық руханият пен құндылықтарды сіңіру мақсатында осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл фильмге Түркістан қаласы мен және Алматы Астана қаласының киногерлері мен аниматорлары атсалысты. Сонымен қатар Батырхан Дәуренбеков, Жәнібек Оразалы, Азамат Ерназар сынды республикамызға белгілі режиссерлар және осы фильмдердің сценарийін белгілі жазушы, драматург Сая Қасымбек апайымыз атсалысқан. Фильмде деректі материалдар сюжеттік бейнемен баяндалды. Тарихты тереңнен түсіндіру үшін Қазақстан, Түркия, Өзбекстан және Қырғызстан ғалымдары атсалысқан. Ұзақтығы 25 минут. Жобаға кино саласының белді мамандары тартылып, технологиядағы заманауи әдістер қолданылған. Түсірілім жұмыстары Қазақстан мен Түркияда өткен.